Бәріне сәлем, бұл Биустаз арнасы, сіздермен Оралхан Омаров. Біз 3D форматындағы креативті мұқаба жасау сабағын ары қарай жалғастырамыз. Осынан алдыңғы сабақта біз сіздермен мұқабаның қосалқы беті, яғни мұқабаның жанын деп айтсақ болады, жасауды үйренген болатынбыз. Ол үшін біз тағы да Canva онлайн сервисін қолданған едік. Енді сіздер сол сервисті қолданып, өздеріңіздің мұқабаңыздың қосалқы бетін жасап көрдіңіздер деген ойдамыз. Бүгін біз сол сабақтың соңғы бөлімін, яғни 3D нұсқасын жасауды және Canva сервисі арқылы постер жасап, оны әлеуметтік желіге салуға болатындай дайын нұсқаға шығаруды көрсетеміз. Яғни дайын нұсқаға дейін шығаруды көрсетеміз. Өткен сабақта мұқият қарап ондағы көрсетілгендерді орындаған болсаңыз, онда сіздің қолыңызда қазір екі файл болу керек. Бірі ол мұқабаның негізгі беті, ал екіншісі мұқабаның қосалқы беті, яғни жанынан қарағанда көрінетін суреті болу керек. Сол екі файлды бір жерге дайындап алыңыз. Ол бізде міне мұнда изображение бөлімінде тұр. Соны дайындап алғаннан кейін сіз 3dcoverdesign.ru сайтына кіру керексіз. Міне мұнда өзіңіздің браузеріңізде 3dcoverdesign.ru мекенжайын тересіз және Enter. Бұл сілтемені мен комментарий бөліміне қалдырамын. Сол комментарий бөлімдегі сілтемеге басу арқылы осы сайтқа кірсеңіз де болады. Енді бұл сервис толығымен онлайн жұмыс жасайды. Мұнда кірсеңіз сізге өте көптеген шаблондарды ұсынады, өте көптеген үлгілер. Өзіңіздің қалаған, өзіңізге қажетті біреуін таңдап, оны тегін қолдана берсеңіз болады. Біз бұған дейінгі жасаған суреттерімізді мұндағы бірінші тұрған, яғни ваш дизайн деп тұрған шаблонға арнай жасаған болатынбыз. Себебі біздің көрсеткен өлшемдеріміз осы қораптың, осы модельдің өлшемдерімен сәйкес келеді. Оны көру үшін сіз мұндағы шаблон 3D коробке деген батырмаға басасыз, жасыл батырмаға. Сол кезде сізде мұнда бірнеше параметрларды көрсетіп қояды. Мысалы, лицевой часть. Лицевой часть деген ол негізгі бет. Негізгі бетінің өлшемі 800-де 1150. Ал торцевой часть бұл бізде қосалқы, яғни жанынан қарағандағы өлшемі, оның мәні 260-да 1150 пиксель. Яғни біздің жасаған өніміміз осыған толығымен сәйкес келеді. Енді мұнда біз өзіміздің суретімізді жүктеу үшін выберите файл деген батырманы басасыз. Және өзіңіздің файлыңыз тұрған папкаға барасыз. Ол бізде изображение файлы. И мұнда негізгі бет деген файлды таңдайсыз. Және осыны ашасыз. Және сіздің файлыңыз мұнда жүктеледі. Енді келесі қосалқы бетін жүктеу үшін дәл сол әдіспен выберите файл және де мұнда қосалқы бетті таңдайсыз, яғни жанынан қарағанда деген суретті. Сол кезде сізде осындай бет ашылды. Мұнда қараған кезде ол өлшемі сәйкес келмей тұруы мүмкін, себебі басында айттық, біз бірнеше плюс-минус сантиметрге артық болып, немесе кем болып қалуы мүмкін. Ода тұрған ештеңе жоқ негізінде. Осыны жасап болғаннан кейін біз создать 3D батырмасын басамыз. Шамамен 30 секундтай уақыт күтесіз. Және сізге мұнда өзіңіздің қалаған моделіңізді тез арада жасап береді. Осыны көргеннен кейін, егер сізге барлығы ойыңыздан шықса, барлығы дұрыс болса, онда сіз мұнда скачать оригинал, яғни 1500-де 1500 пиксель деген батырманы басасыз. Сол кезде сізге ол жаңа бір бетте ашылады, осындай фонда, қара фонда. Сіз осы жерде, яғни өзіңіздің мышканың оң жағын басу арқылы, мұнда сохранить картинку как деген бөлімді басасыз. Сол кезде қай жерге жүктеу керек екенін сұрайды. Әрине сіз өзіңіздің қалаған жеріңізге жүктейсіз. Біздің жағдайда ол изображение болсын. Және мұнда файлдың атын көрсетсеңіз де болады. Қазірге жай ғана файл деп көрсете салайық. И сохранить. Болды, міне сіздің файлыңыз енді дайын болды. Қазір ашып көрсек болады. Ол үшін біз файлдың үстіне бір рет басамыз. Сол кезде сіздің өніміңіз уже PNG форматында дайын жүктеліп тұр.
Осымен сіздің файлыңыз дайын деп айтуға болады, бірақ та бір айта кететін мәселе бар. Сіз бұл файлды әлеуметтік желіге жүктей алмайсыз. Яғни ол әлеуметтік желіде әдемі болып тұратындай деңгейге әлі жеткен жоқ. Енді оны не істесек болады? Ол үшін сіз бұл файлды қайтадан Canva сервисі арқылы өңдеп, оны белгілі бір әлеуметтік желіге арнап, постер ретінде дайындауымыз керек. Оны жасау үшін біз қайтадан Canva сервисіне барамыз, және сол жерде біз осы өнімді толығымен әлеуметтік желіге жүктеуге болатындай постер ретінде дайындаймыз. Canva сервисіне кіргеннен кейін сіз әрине ең алдымен өзіңіздің қандай әлеуметтік желіде постер жасайтыныңызды анықтау керексіз. Енді көп жағдайда ол Instagram әлеуметтік желісі болады. Сондықтан біз қазір Instagram әлеуметтік желісіне постер жасауды көрсетеміз. Ол үшін сіз мұнда Create a Design бөліміндегі Instagram Post деген батырманы басасыз. Размері, өлшемі 1080-де 1080. Осы бөлімге кіргеннен кейін сізде жаңа парақша ашылады, бірақ әрине сіз жаңа парақшаны емес, дайын шаблондарды да қолдансаңыз болады. Бірақ та біз осындай өнім үшін жаңа бетті ашып, сол бетте барлығын жасағанды кеңес береміз. Және соны қазір көрсетеміз. Енді неден бастаймыз? Ең бірінші сіз өзіңіздің файлыңызды осы Canva сервисіне жүктеуіңіз қажет. Ол үшін сіз мұндағы астында көрсетілген uploads, яғни жүктеу батырмасын басасыз. Сонда сіздің мұндағы осыған дейінгі жүктеген файлдарыңыз көрініп тұрады. Енді мұнда сіз жоғарыда көк батырма бар, upload an image or video. Осы батырманы бассаңыз, ол сізден сұрайды, мен файлды қай жерден алайын. Енді біздің файлымыз изображение бөлімінде тұр, сондықтан біз осы жерге барып, өзіміздің файлымызды таңдаймыз. Және осы жерге открыть батырмасын басамыз. Бұған дейін әрине біз бірнеше рет жүктегенбіз, мұнда көрініп тұр сізде, бірақ та қайта жүктеуді көрсетейік. Енді сіздің файлыңыз осы жерге жүктеліп болғаннан кейін, мұнда загрузка толығымен болғаннан кейін, сіз сол файлдың үстіне бір рет басасыз. Сол кезде сіздің файлыңыз негізгі мұндағы бетке өтеді. Енді егер сізге ақ фон ұнаса, онда сіз ақ фонды қалдыра салсаңыз болады. Ал егер де ақ фон сізге ұнамаса, онда сіз мұндағы фондарды ауыстыра аласыз. Мысалы, оны ауыстыру үшін background, яғни мұнда осы uploads'ın үстінде тұрған батырманы басасыз. Сонда сізге әртүрлі фондарды ұсынады. Енді сіз бұл жерде суреті бар фондарды таңдасаңыз болады, бірақ кеңес береміз суреті жоқ фондарды таңдауға. Себебі сіздің негізгі өніміңізге барлық адамдардың, яғни фокусы негізгі өніміңізге қарай түсу керек. Сондықтан егер де сіз фон ретінде тау бар, немесе космос, немесе тағы басқа нәрселер, гүлі барды қойсаңыз, адамның фокусы сол суретке кетіп қалуы мүмкін. Енді ондай нейтральный фотоларды қайдан алуға болады? Мысалы, мына фон, яғни бұлт, жаман емес негізінде, аса бір қатты фокусты алмайды. Осы фонды қалдырсаңыз болады. Немесе бірыңғай фонды қалдырсаңыз болады, көк түсті, градиенті бар. Немесе өзіңіздің қалауыңыздағы кез келген фонды жасауға болады. Мұнда өте көптеген тегін фондар бар. Негізінде мұндағы фондардың барлығы тегін. Соның кез келген біреуін таңдайсыз. Мысалы, айталық, осы фон сізге ұнады дейік. Онда сіз осы фонды таңдағаннан кейін, егер де тағы да бір нәрсе жазғыңыз келсе, немесе тағы да бір элемент орнатқыңыз келсе, оны өзіңіздің қалауыңыз бойынша орната берсеңіз болады. Мысалы, бір бұрышына біз сыйлықтың белгісін орнатайық. Ол үшін біз элемент бөліміндегі gift деп жазамыз, яғни сыйлық деген сөз. И мұнда кез келген бір сыйлықтың түрін таңдап, мысалы мына сыйлық ұнаса сізге, осы сыйлықты таңдап, жоқ, мұнда көк пен көк келмей қалады, сондықтан біз көк түсті ауыстырайық. Мысалы, қызыл түске. Осылай түрде сыйлықты қойсаңыз болады бір орынға. Бұл адамдардың назарын аударуына көмектеседі. Әрине сыйлық болғаннан кейін ол сапалы сыйлық болғаны абзалырақ. Осылардың бәрін жасап болғаннан кейін, егер текст орнататын болсаңыз, текст орнатасыз, немесе тағы басқа. Барлығын жасап болғаннан кейін сіз мұнда download бөліміне қайттан басасыз. Және де мұнда өзіңізге қажет формат таңдайсыз, ол бізде PNG форматы және download, яғни файлды жүктеу. Міне сіздің файлыңыз 100% дайын болды.
сіз енді осы файлды ашып көресіз. Егер де сізге барлығы ұнаса, онда сіз осы файлды өзіңіздің телефоныңызға жүктеп, оны Instagram әлеуметтік желісіне парақшасына шығарсаңыз болады. Міне, 3D мұқаба осылай жасалынады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Егер барлығы түсінікті болса, онда өздеріңіздің осындай мұқабаларыңызды жасап, оны әлеуметтік желілерге шығарып, басқа адамдармен бөліссеңіздер болады. Сондай-ақ, егер де қандай да бір сұрақтар пайда болса, сіздер оны Telegram әлеуметтік желісіне немесе осы видеоның астында комментарий ретінде қалдыра аласыздар. Біз қолымыздан келгенше сіздің сұрақтарыңызға жауап береміз. Олай болса, сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше.